Хакан Мингуч «Жолға шық, жол саған көрінеді» кітабынан 4-ші ереже. Есіңізде болсын, бәрі бітті деп ойлап төзіміңіз таусылғанда, шын мәнінде әл-дәрмен қалмаған сәтте де бәрінен бас тартып қол сілтеуші болмаңыз. Өйткені ол сіздің тағдырыңыздың өзгеретін жері. Мен өмірде бәрі болатынын білемін. Кейде сіз енді шыдай алмаймын деп ойлайсыз. Бұл соңғы шара сияқты. Сіз бүкіл болмысыңызбен барлығынан бас тартуға дайынсыз. Үміт те, ынта да қалмаған. Бір жұтым суды да іше алмайтын сияқтысыз. Әлем сізге қарсы тұрғандай. Басыңызды тауға да, тасқа да ұрдыңыз. Өмірдің көлеңкелі жақтарын да көп көрдіңіз. Желкеңізге қиындықтар мінгескен. Қайда қарасаң да төрт қабырға. Күн сізді ғана жарықтандырмайды. Өмірге өкпелейсіз. Қаншама еңбекке, ізгі ниет пен махаббатқа қарамастан, сізді еңсерген тағдырға өкпелейсіз. Сіз болып күлмейтін сәттілік үшін де өкпеңіз қара қазандай. Айналаңыз қараңғы. Сіз сол түнекте өзіңіздің ешбір қадамыңызды да көре алмайтын болып қалдыңыз. Сіз бұдан былай сүріндіріп тұрған кедергілеріңізбен жүруді қаламайсыз. Мен осыған лайық па едім? Өзіңізге айта бересіз. Мен бұған лайық емес едім. Қараңғыдан өсер жаңбыр басталады. Дүниедегі барлық қиыншылықтар жиналып, басыңызға жаңбыр жауып, бір қасық суға батып кетуге дайынсыз десе де болады. Күтесіз, күш-жігерсіз, әрекетсіз, үмітсіз. Соңы. Дегенмен есіңізде болса, қатты жаңбырдан кейін аспанда түрлі түсті кемпірқосақ пайда болады. Тәуліктің ең қараңғы уақыты таң атқанға ең жақын екенін еске алсаңыз, күн сізді есік алдында күтіп тұр. Бұл адамзат ең жақсы білетін, бірақ үнемі ұмытып кете беретін өзгермейтін ережелердің бірі. Түннің ең қараңғы уақыты күнге ең жақын болған кез. Жарықтандыру енді уақыт мәселесі. Көкжиекте жарқыраған сары үміт қараңғы түнекті кесіп өтіп, ұлылық болып көтеріледі. Ал сол сәттегі нұр неліктен қасиетті білесіз бе? Өйткені түн тым ұзақ және қараңғы болды. Сол сәтте шүкіршілік неге қымбат екенін білесіз бе? Себебі көзің көріп тұрса да соқыр өмір сүресің. Адам ең көп қайғы қасіретіне шағымданады, бірақ ол өзінің барлық бақыты үшін азапқа қарыз екенін біле бермейді. Ол жеңілгендіктен жеңуді үйренеді, жалғыз болғандықтан сүюді үйренеді, берілуді үйренеді, сүрінгендіктен құлауды, шаршағандықтан кешіруді үйренеді, тастап кеткендіктен адалдықты үйренеді. Ерлікті қашанда сырттан іздейді. Өзгенің әңгімесін тыңдайды, өзгенің жеңісін тамашалайды, өзгенің ерлігіне сүйсінеді. Бар назары, уақыты сыртта болғандықтан ол өзінің батырлық тарихын сағынады. Сіз кімге ұқсағыңыз келеді? Мүмкін сіз көптеген есімдерді атай аларсыз. Неге солай деп сұрасам ше? Олардың барлығының қиын өмірлік оқиғаларын ризашылықпен, мақұлдаумен айта бастар едіңіз. Ол жоқтан бар жасады, оған ешкім әкеліп бермеді. Ол сенбеді, бірақ табанды болды. Жас кезінде жалғыз болды, бірақ ешқашан берілмеді. Ол өте талантты, өзін жақсарту үшін күндіз-түні еңбек етті. Көп құлады, бірақ үнемі қайта тұра алды. Әділетсіздікке ұшырады, бірақ өз жолынан айнымады. Алған бетінен қайтпады. Ол опасыздыққа ұшырады, бірақ сенгені үшін шыққан күресіне адал болып қалды. Ең соңында сіз әңгімесіне тәнті болған кейіпкерге айналды. Енді тоқтап өзіңізге бір қараңызшы, өтінемін. Сіз мүмкін емес нәрсені орындап көрдіңіз бе? Сонда олар сен істей алмайсың дегені үшін қолыңыздан ештеңе келмеді ме? Көтеріле алмаймын деген ағашқа да шықпадыңыз ба? Сүйе алмаймын дейтін адамды ешкімнен артық сүймедіңіз бе? Күйесің десе де, күлге айналғаннан кейін де қайта гүлдемедіңіз бе? Сіздің сатқындық көрген, ешқашан тастамаған, ешқашан шеттетпеген, жалғыз қалдырмаған кезіңіз болды ма? Сонда да жүре бердіңіз бе? Ешкімді кешірген жоқсыз ба? Өзіңізге мұқтаж жанды құшақтап көрмегенсіз бе? Қаңғыбас мысықты тамақтандырмадыңыз ба? Көршінің базар дорбасын көтермедіңіз бе? Көрші досыңды тастамай есеп шотын төлемедіңіз бе? Жұмыссыз болсаңыз да досыңызға ақша бермедіңіз бе? Қаншама жолдан өтпедіңіз бе? Егер бұл басқа біреудің әңгімесі болса, сіз жанкер болатыныңызға сенімдімін. Бірақ бұл сіз, және сіз өз өміріңізге таңданудан бас тартасыз. Сіз бұл нәрселер сізді батырлықтан төмендетеді деп ойлайсыз.
өз жүрегіңіздің күшін, ерік-жігеріңізді, талантыңызды және өмір қуанышыңызды қағып, өзіңізді бағалауда әділетсіздік жасайсыз. Өмір сізді сүйеді, әрекет етіңіз. Өмір жалғыз сізді ғана сүймейтіндей көруді доғарыңыз. Өмірде сізге еш нәрсе қарсы емес, ештеңе де сізге қарсы емес. Бәрі сізбен бірге және әрбір сәтте жасырылған мән бар. Оның ұстаздары шәкіртке үйретуге тырысатын ең құнды адамгершілік пәні қандай екенін білесіз бе? Оның жақсылық пен жамандық арасындағы шекараны жою қабілеті. Жалғыз жақсылық жоқ, жамандық та жалғыз болмайды. Бір нәрсе жай ғана жақсы болуы мүмкін емес, ол жай ғана жаман да болмақ емес. Бұл бір мезгілде жақсы да, жаманды. Бұл бір уақытта барлығы және жеке. Мәселе сіздің оған қалай қарайтыныңызда. Нәтижені өзгертетін нәрсені сіз қалай қабылдап қарайсыз, айырмашылығы сол ғана. Сіз ақшамды жоғалтқандықтан мен банкрот болдым дейсіз. Екіншісі, мен қабылдап үйрендім, өйткені ақшамнан айырылдым дейді. Сіз, менің жақсы отбасым болмағандықтан табысқа жете алмадым дедіңіз. Екіншісі, менің жақсы отбасым болмағандықтан жетістікке жеттім дейді. Сіз, мен ешкімге сенбеймін, өйткені мені үнемі сатып кетеді дейсіз. Екіншісі, мен көп сатқындық көргендіктен кімге сену керектігін үйрендім дейді. Бізде болып жатқанның бәрі нәтиже емес, оқиғалар ғана. Нәтижені анықтайтын нәрсе болып жатқан оқиғаларды қалай қабылдайтынымыз. Ал қалай қабылдауды таңдау еркімізде. Бізде болып жатқанның бәрі нәтиже емес, оқиғалар ғана. Нәтижені анықтайтын нәрсе болып жатқан оқиғаларды қалай қабылдайтынымыз. Ал қалай қабылдауды таңдау еркімізде. Мәулана дәл осыны көрсетеді. Кейде бұл сізді шаршатады немесе жойып жіберердей болуы да мүмкін, бірақ есіңізде болсын, ештеңе жай ғана шаршатпайды немесе жоймайды. Сіз бас тартқан кезде монетаның екінші жағын көре алмайсыз, бірақ сіз өмірге мүмкіндік бергенде тағдырыңызды өзгертуге мүмкіндік бересіз. Себебі сіз тиынның екінші жағымен де өмір сүруге лайықтысыз. Бұл жақсы немесе жаман, дұрыс немесе бұрыс деген сөз емес. Өмір сізге ұсынылған тиын және сіз қаласаңыз да, қаламасаңыз да бәрінің көрінбейтін жағы бар. Сіздің тек өмірге тағы бір мүмкіндік беріп, тиынның басқа жағымен өмір сүруіңіз керек. Мен өте жақсы көретін бір оқиға бар. Өмір мен жақта емес. Ойланып қарасам, ойыма оралып, тиынның екінші жағы бар екенін еске салады. Рұқсат етсеңіз, айтайын. Желтоқсанның аязды таңы еді. Соған қарамастан Вира шығанағындағы балық аулау қайықтары теңізге шықты. Бірақ түстен кейін қатты дауыл болғаны сонша, тіпті кешке қарай қайық қайтқан жоқ. Сол түні ешкім ұйықтай алмады. Жақындарын қайтару үшін не істерін білмеген аналар да, әйелдер де, ғашықтар мен балалар да портта сабылып, қолдарын жүректеріне алып, дұға оқып, көздеріне жас алды. Осыншама шарасыздықтың ортасында порт маңындағы үйлердің бірінде өрт шықты. Өкінішке қарай, қаланың ер адамдары теңізде болғандықтан өртті бақылау және сөндіру мүмкін болмады. Барлығының көз алдында қаншама үй өртеніп кетті. Таңертең бәрінің ұйқысыз шаршаған көздері әлі де үлкен үмітпен көк теңізге қарап тұрды. Бір кезде теңізде бірер балықшы қайық көрінді. Содан кейін тағы бір екеуі, 3-4-еуі және басқа да қайықтар бірінен кейін бірі. Қала тұрғындарының жүрегін үлкен қуаныш кернеді. Балық аулау флоты қалай кеткен болса, ол да аман-есен оралды. Бірақ олардың бірі үмітсіздікке ұшырап ауырды. Кеше түнде алапат өртте үйін қимаған балықшының әйелі. Үйіміз өртеніп кетті деп уайымға салынып, басын ұрып жылап отырды. Біз бұзылдық, біз біттік, үйіміз барлық заттармен өртеніп кетті, біз қазір күлміз. Балықшы күйеуі әйеліне қолын бұлғап күлімдеп амандасып, жылама ханым, жылама деп жатты. Бізге сол отты сыйлаған адамға рахмет. Өртенген лашықтың жарығы арқасында барлық қайықтар өз жолымызды таптық. Міне қараңыздар, жақын адамдарымызға аман-есен оралдық.